Қазақтың асыл азаматтары табысқа өзі ғана жетуді мұрат тұтпай, қанаттас әріптестері мен соңынан ерген бауырларын қолдауды ұмытпаған. Оның белгісі мына қолтаңба. Ұлтында өзінде, өзгені де, өнерді де. Бұл қазақтың парасатты жазушысы Асқар Сүлейменовтің қолтаңбасы. 80-ші жылдардың салмағы сананы басып жатқанда, ұлтты бірінші ауызға алуға парасатпен бірге ерлік керек болатын. Қазақ ерлігін Асқар жас кезінде-ақ жазған Бесатар хикаясында қапысыз көрсеткен. Аузы дуалы Ғабит Мүсіреповтің өзі осы Бесатар повесіне көптен қызығып жүрмін дегені тегін болар ма? Асқар сараң жазса да сарқылмас қуатпен жазатын. Тірісінде не ақша, не атақ, не қызмет қумады. Өлген соң атақ қана оны қуып жетпек болып, Асқардың биігіне тырмысып көрді. Сырбаз жазушының соңында Бесін мен Адасқақ кітаптары, деңгейіне жеткен режиссерлар ғана қоя алатын пьесалар мен өзі жазғандай шашылып түскен тіркестері қалды. Солармен бірге сырттандарды сыйлайтынның белгісі болып, мына қолтаңба қалды. Өзінде, өзгені де, өнерді де сатып көрмеген. Асқар Сүлейменовтің кітабындағы қолтаңба Әзірбайжан Мәмбетовке арналыпты. Шынайы өнерді пендешіліктен жоғары қойған айтулы режиссер сан түрлі баға, алуан түрлі атақ алған. Бірақ Асқар Сүлейменовтің өзіне арнаған бір ауыз сөзін бәрінен жоғары қояды. Әзекеңнің өзі осы қолтаңбаны көрсетіп отырып, Асқар ренжіп кетіп, бірде осы қолтаңба жазылған кітабын алдыма келіп, түсінсіп кетіп еді деп еске алады. Ашуы шайырамал кеткенше тарқап кететін қайрам марғасқалардың өмірдегі әрбір ізінде осындай өнеге жатыр. Асқар жазғандай, Әзірбайжан Мәмбетов ғұмырында өнерді сатқан жоқ. Сата алмасына мына қолтаңба кепіл. Өзгені де, өнерді де сатып көрмеген Әзекеңе деп Асқар Сүлейменов, 88 жыл.